Мен анамның өзіңді күт, алданып қалма, бізді ұятқа қалдырма деген сөздерін жиі естіп өстім. Содан болар ешқандай жігітті жаныма жолатқан емеспін. Тек 5-ші курста оқып жүргенде ғана Асланмен таныстым. Ол мені қатты ұнатты. Кет әрі болған жоқпын. Кездесіп жүрдік. Сосын ол маған сөз салды. Бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Аслан ішпейді, мінезі де жайлы. Жұмысы бар, жұмысында әріптестерінің, достарының алдында абыройлы жан. Аслан өте мұқият, сезімтал адам болып шықты. Айлығын толықтай маған әкеледі. Достармен уақыт өткізгісі келсе, оны әркез айтып, уайымдамағанымды қалайды. Жалпы отбасылық өміріміз біреуден артық, біреуден кем болып өтіп жатты. Міне, онымен тұрмыс құрғалы 1 жылға жақындапты. Алғашында тіпті алғашқы түні де Асланмен төсекте болғанда ешқандай ауырсыну болған жоқ еді. Ештеңке сезбедім. Күйеуімнің жыныс мүшесі тым жіңішке, әрі қып-қысқа екенін байқағам. Бірақ оған сыр бермедім. Бар ойым, бұған дейін ешқашан еркекпен қосылмаған менде қыздық белгінің болмағаны. Аслан не ойлайды, қалай сендіремін? Ертеңінде де, одан кейін де ешқандай ауырсыну болған жоқ. Әсте бір сондай болу керек сияқты болып қалды. Және жыныстық қатынас кезінде еш нәрсе сезілмейтін. Ал күйеуім тәп-тәуір ләззат алып, керемет күй кешетін. Бірер күннен соң Аслан, бұрын жігітпен жатқаныңды неге айтпадың? Түсінетін едім ғой деп ренжіді. Ешкіммен болғаным жоқ десем, онда неге пәктігінің белгісі болған жоқ? Шыныңды айт, ренжімеймін деп қоймады. Ақыры сендірген болдым. Бірақ арамызда бір сызат қалды. Сөйтсем, әлі қыз екенмін. Енемде бала көтермедің, қанша ай болды? Дәрігерге қаралсаңшы деген соң гинекологқа барған едім. Ұялсам да барлығын айттым. Алғашқы түннен бастап қазіргі кездегі қатынасқа дейін сұрап алайын дедім. Еркектің жыныс мүшелері туралы білгім келді. Дәрігер тексеріп қарағаннан кейін менің әлі қыз екенімді айтты. Шынымды айтсам, қатты таңғалдым. Ондай болады, бойың ұзын болғандықтан қыздық перде тереңірек орналасқан деді. Сонда күйеуімнің жыныс мүшесі қысқа болғандықтан перде сақталып қалып жүрген екен. Қаласам, ем-дом бөлмесінде пердені алдыруға болатынын ұсынды. Дәрігер болашақта құрсақ көтере алатынымды да айтты. Енді мұны Асланға айтайын десем, ұяламын. Жыныс мүшесінің пішініне байланысты қуыстанғанын, ыңғайсызданғанын қаламаймын. Бірақ төсекте мен онымен мүлдем қанағаттана алмаймын. Мүшесін тіптен сезбеймін. Төсек ләззатының не екенін де білмеймін. Не істесем болады? Ажырасуым керек пе? Әлде өмір бойы осылай қиналып, өтірік бәрі жақсы деп, осы өмірден өтейін бе? Өтінем айтыңыздаршы, маған ақыл кеңес қосыңыздаршы. Не істесем болады?